Каналыма қош келдіңіздер. Шемішкенің жүрек, бауыр және өзге де ауруларға пайдасы мол. Шекілдеу шемішкенің ағзаға тигізер пайдасы зор. Ол ағзаны май қышқылдарымен толтырып отырады. Кептірілген пістеде оның құрамындағы барлық дәрумен сақталады. Ал қуырылғаннан кейін оның құрамындағы пайдалы заттардың 90% жойылып кетеді екен. Өлі тері жасушаларын тірілтіп, оның жасаруына септігін тигізеді. Инфаркт, миокарды, жүрек, қан тамырларының ауруларына, бауырға пайдасы бар. Онда теңдесі жоқ амин қышқылдары бар. Ақ пістенің 100 граммда 540 калория бар, ал қара пістеде 580 калория. Пістенің құрамында холестерин мүлде жоқ. Ақ пістеде 34%, қара пістеде 20% белок бар. Көбіне оны ауыр тағам деп есептейді. Асқазанның қорытылуы жақсы жарты сағатта алады, ал кәуаптың 3,5 сағатта әзер қорытылатынын ескерсек, бұл онша уақыт емес әрине. Қара пісте магнийдің қоймасы деп саналады. Онда қара нанның құрамындағыдан да магний 6 есе көп. Ағзада мырыш жеткіліксіздігі болса, аяқ сіңірі тартылып шаш түсе батсайтын белгілі, ал пістеде мырыш көп. Тәуліктік қажеттілігін 1 стакан пісте алмастыра алады. Ағзада темір жетіспесе, қаназық, созылмалы шаршау синдром болатын белгілі. Құрамында темірі көп ақ пісте оның бәрін қуып шығады. Ол дәмді ғана емес, өте пайдалы тағам. Өсімдік майы, А, Д, Е дәрумендер мол. Дегенмен диетологтар артық салмақ пен семіздіктен зардап шегетіндерге пісте шағудан бас тартуды талап етеді. Жүрек, тері, тырнақ пен шаш үшін пайдалы. Сонымен бірге құрамында магний көп болғандықтан шемішке орталық жүйке жүйесін тыныштандырады. Соңғы кездері анықталғандай селен шаш, тері, тырнақ үшін ғана емес, сондай-ақ жүрек, қан тамырлары үшін де аса маңызды минерал деп нақтылады. Шемішкенің артықшылығы мен пайдасы. Күнбағыс дәндерінің құрамында көптеген пайдалы құрамдас бөліктер бар. Май қышқылдары, ақуыз, фолий қышқылы, сонымен қатар калий, кальций, фосфор және дәрумендер. Бұл өнім жүктілік кезінде пайдалы. Шемішкелер денсаулық жағдайын жақсартады, ұлпалардың қалпына келу әрекетін жылдамдатады, жарақаттарды жазады, сілтілік теңгерімді реттейді. Пайдалы қасиеттері тек кептірілген өнімде сақталады. Егер шемішке қуырылған болса, олар өз артықшылықтарын жоғалтады. Сонымен бірге дәндерін қабықтарынан ажыратып жеу керек. Бұл соқыр ішек қаупін төмендетеді. Шемішке зиянды болуы мүмкін бе? Барлығының шегі болғаны дұрыс. Егер азық-түлік өнімдерін шектеусіз тұтына берсеңіз, ағзаға зиян тигізуіңіз ықтимал. Егер өте көп шемішке шағып қойсаңыз, ішіңіз қатып, ішіңізге ауырлық туындайды. Шемішкенің мөлшерін күніне 100 граммға дейін шектесеңіз, ол тек пайда әкеледі. Сондай-ақ бұл өнімнің құнарлығы өте жоғары және көп мөлшерде шақсаңыз артық салмақ қосып алуыңыз мүмкін. Жүктілік кезінде шемішкенің тазалығын қатаң бақылаңыз. Сол себепті олардың шикі күйінде сатып алған дұрыс. Мұқият жуып кептіресіз. Егер қандай да бір себептерге байланысты мұндай шемішке ала алмасаңыз, онда кептірілгендерін іздеңіз. Өндірушіге жақсылап көңіл аударыңыз. Ол өзін нарықта танытқан және өз өнімін жақсы көңіл бөлетін адам болу керек. Аяғыңыз ауыр кезде тамаққа аса көңіл бөлу және кеңес алу мен тексеру үшін уақытында дәрігерге барып тұрғаныңыз дұрыс. Егер барлық ереже сақтайтын болсаңыз, жүктілік жеңіл өтеді.